Сәлем қыздар, қайырлы күн. Сәлема арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын, менің жолдасым, танысып қойыңыздар. Сәлеметсіздер? Еркін аты. Қыздар, бүгін мен байқап отырғандай өздеріңіз каналыма, яғни Сәлема каналыма осы бірінші рет влог салып көрейін деп шештім. Егер осындай влогтарым сіздерге ұнаса, яғни осы влогым ұнаса, пікірге жазып өтіңіздер. Ары қарайда влог түсіріп тұрғанымды қалайсыздар ма? Сол және влогпен бірге рецепттер де жүреді, яғни видеоның арасында рецепт те болады. Мысалы, толық рецепті көрсетпесем де, жалпы жасалуын, яғни құрамын түсіндіріп айтып өтемін. Сондықтан влогымды, бүгінгі бірінші влогымды тамашалаңыздар деп баға қойып, пікірге жазып өтіңіздер. Біз мына жақтыға жолдасым екеуміз жаңа үйіміз жаққа, яғни стройка жаққа келдік. Біз үй тұрғызып жатқанбыз. Сол көріп кетейік деп, осындай үлкен үй болады. Алла бұйыртса, екінші этажын уже қалап бітті. Енді төбесінде жұмыстары бар, соны бітіреді, потом Алла бұйыртса крышасын жабамыз. Осындай үй болмақ. Ішіне кіріп көрсетейін ба сіздерге? Бұл жақ негізі новостройка, яғни жерді жаңадан алған көп адамдар и көп стройка жүріп жатыр. Біз сияқты көп адамдар үй салып. Мына жақта көршілеріміз уже крышасын жауып жатыр, шаңырағын көтеріп. Бізге де Алла бұйыртса сондай күн бұйырсын. Біз мына жақта қазір магазинға келдік. Кішкене үйге заттар алайық деп. Мына жақта жаңадан ашылған магазин бар екен, соған кіріп көрейік деп келе жатырмыз. Мына жаққа магазинға кірдім. Не алсам екен деп ойланып тұрмын. Негізі ертеңге қонақ шақырып қойғанмын. Мына жақта печеньенің түрлері көп. Үйге келдік. Мына нанды қараңыздар. Жаңа шығар кезде ашытып кеткенмін. Негізі тапердің посудасы, осылай крышкасы фуп кетіп, атылып кетіпті. Күшті ашып тұр. Қазір бауырсақ пісіремін. Қамырымды жасап, осындай нан жасадым, батоннан. Үшеуін батоннан пісірем, ал қалғанын қазір кішкене бөлігін бауырсақ пісіремін. Ертең түскіге қонақтар келеді, соған. Нанның бетіне жұмыртқаның сарысын және кунжут себуге болады. Мен сеппей қазір осы күйінде пісіре салайын деп тұрмын. Бауырсақтарым пісіріп алдым. Бірден ыдысыма салып қойдым. Осындай лайфхак деп қоймайын ба. Осылай пісіре салып, жаңағы салафанға салмай, осылай столға қоятын ыдысыңызға бірден салып қойсаңыз, бауырсағыңыз осындай пышный, жаңағы тапталып қалмайды да, әдемі күйінде тұрады. Осы күйінде қазір мен суығаннан кейін кішкене биіктетіп, былай салафанмен кигізіп қоямын. Ертең қонақтарға осылай дайындап қойдым.
Және мына жақта наным да пісіп болып қалды. Екеуін пісіріп алдым. Қазір тағы біреуі пісіп жатыр. Осымен бүгінгі видеомды аяқтаймын. Қыздар, егер осындай влогтар түсіріп тұрғанды қаласаңыздар, пікірге жазып өтіңіздер. Влог деген ол жаңа күнделікті біздің жеке өмірімізден кішкене үзінділерін алып түсіру деген сияқты түсініңіздер. Сол, егер ұнатып жатсаңыздар, пікірге жазып, және каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк қойып кетіңіздер. Сау болыңыздар.